Ассаламу алейкум. Бүгін біз 30 минут ішінде бал тортын дайындаймыз. Түбі қалың кастрюльді алыңыз. Ішіне 300 грамм сары май саламыз. Содан кейін 180 грамм қант және 4 ас қасық бал қосамыз. Орташа отқа қойыңыз. Ингредиенттер жақсы қосылу үшін араластырамыз. Енді 2 шай қасық сода қосамыз. Тағы да араластырыңыз. Масса көбіктене бастайды. Өрттен алыңыз да сәл салқындау үшін бірден басқа ыдысқа құйыңыз. Енді жұмыртқаларды бір-бірден қосамыз. Қоспаны әр уақытта жақсылап шайқаңыз. Барлық жұмыртқа қосылғаннан кейін ұнды біртіндеп саламыз. Сондай-ақ жақсылап араластырамыз. Сонымен біз біртекті қалың масса алдық. 2 тең бөлікке бөліңіз. Пергамент қағазымен қапталған пісіру парағына құю керек. Екінші бөлікпен де солай жасаймыз. 200 градус пеште 10-15 минут пісіріңіз. Дайын корждарды 2-ге бөліп, олардың шеттерін кесіңіз. Барлығы сізде 4 корж шығу керек. Кремді дайындаймыз. 800 грамм 20-25% қаймақ алыңыз. Оған 200 грамм ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Крем дайын. Тортты әдеттегідей жинай бастаймыз. Корждарды креммен жағып, бір-бірінің үстіне саламыз. Үстіңгі жағын тегістеп, бүйірлерін креммен жағамыз. Тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қойыңыз. Торттардың қалған қалдықтарын ұсақтап, оларды тортқа барлық жағына себіп қойыңыз. Торт керемет сіңдірілген. Коржлары жұмсақ және балдың хош иісі сондай дәмді медовик болып шықты. Рецепт қолжетімді ингредиенттерден және өте қарапайым. Сондықтан да әр үй иесінің арсеналында болуы керек. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.